Достор, биз эми япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Бүгүн 29 август 2021 жыл. Вторник, Бишкек, Рио Моно базары. Видеону агына чейин көрүп туруңуздар. Биз көрсөтүүнү улантабыз. Toyota Mark 2 автонасы 97 жылкы. Көлөмү 2.5 автомат, $3800, срочно дейт. 2700 доллар. Салон көрөлү, коробкасы автомат. Эси бул жакта соң эсептегенде канча болот болчу? Мен 260 болуп калат. 260. 260 миң сом болуп калат дейт. Долларга эсептегенде $3700 берем дейт. Бул жерде жигиттер автонаасын базарга алып чыгышыптыр. Сатабыз дейт. Land Cruiser 199 жылкы 4.7. Баасы $11500. Дөмөлектерин үжеле салып койдуңар кышка даяр кылып. Даярдык. Газ бензин. Газ бар, Газ бар. болгон. Жазуучу жерлер жок. Монитор бар, задний камерасы бар да? Задний жок. Задний жок. Канча болот мунун баасы эми? Боло турган жери 11 миң болуп калат. 11 миң доллар. Токтогон баасы. Толук баасы. Мисалы силерден бир киши алды эле. Алгандан эмне кылыш керек? Жасай турган жери барбы? Жасай турган жери жок. Только айдаш керек. Только айдаш керек дейт. Жасала турган жери жок. Боло турган баасы 11 дейт. Honda Odyssey Prestige 290 миң километр жүргөн. Жылы 2001, көлөмү 3, автомат, баасы $5800. Bunun жанында простой Odyssey Absolute 2.3 объемда. Эки миң экинчи жылкы, көлөмү 2.3. $271 миң километр жүргөн, баасы $6000. Honda Civic 2003 жылкы, көлөмү 1.5, 198 миң километр жүргөн, баасы $4500. Toyota Alphard 2004, kөлөмү 3, газ, бензин, автомат, баасы $12500. Honda Step RF 1, 2000 жылы чыккан, көлөмү 2 автомат. Баасын жазбаптыр, бирок жакшы абалда чыккандыгы үчүн мен тартпайын дедим. Балким издегендер болушу мүмкүн. Стептин баасын билдиңизби? Honda Stream күмүш төстө 226 миң километр жүргөн, жылы 2003, 2 көп автомат, баасы $5000. Дагы бир Honda Accord 2003 жылкы, көлөмү 2. Кагаз кроссчу 5800 дейт. Honda Accord. Toyota Mark 2 2003 жылкы, көлөмү 2.5 бензин, расход жүзүнө 12-13, 238 миң километр жүргөн, баасы $5500. Honda Fit
2004 жылғы көлемі 1,285 мың километр жүрген. Басы $5300. Toyota Caldina 2002 жылғы көлемі 242 мың километр жүрген. Басы $4900. Nissan Note 2006 жылғы көлемі 1.5, пробег 180 мың километр жүрген. Басы $5500. Nissan Note. Bu жерде Honda Accord'тың универсалы, күміш түсті. 2002 жылғы көлемі 2.4, 321 мың километр жүрген. Басы $4500. 2.4 мотор. Бұл жақта Toyota Camry Pravый руль, көк түсті, 2003 жылғы көлемі 2.4. Басы $7650. Артыңғы бамперінде парктроника бар екен. Toyota Mark X күміш түсті. 2005 жылғы көлемі 2.5. Басы $6600. 2 номері бар. Пробег қаншалық қалды? Пробег қаншалық қалды? 196 мың километр жүрген. Бұлдағы артыңғы бамперінде парктроника бар екен, іштейді да ма? Парктроник іштейді? Алып қойғанбыз істейді, іштейді екен. Toyota Venom көк түсті. 2002 жылғы көлемі 227 мың километр жүрген. Басы $6500. Көк жасыл түсті Honda Stepper 1 99 жылғы көлемі 2, басы $5000. Бұл жерде Honda Step Spada 2003 жылғы көлемі 2.4 автомат, 225 мың километр жүрген. Басы $7300. Жақсы баға қойылып тұр, $7300. Toyota Есть 2002 жылғы көлемі 1.5. 2 види, басы $4800. Бұл жақта Toyota Wish күміш түсті. 2003 жылғы көлемі 243 мың километр жүрген. Басы $5600. Бұл жақта 3 Honda Stream тұрады. Азыр тартауыз. Honda Stream 2002 жылғы көлемі 1.7 автомат, родная краска, $4900. Салоны. Бұл жақта қара түсті Honda Stream рестайлинг. 2004 жылғы көлемі 1.7 автомат, $5300. Қағаз ішіне жақсы көрмей қалып тұр. 707, 536, 111. Дағы бір 1.7 Honda Stream 2002 жылғы $4900.